Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы құқық бұзушылықтың алдын алу. Тәрбие сағатының мақсаты студенттердің құқықтық сауаттылығын арттырып, құқық бұзушылық және қылмыс белгілерімен, түрлерімен таныстыру, жасөспірімдердің құқықтары мен міндеттерімен таныстыру, қоғамның заңдары мен нормаларын орындауға, құқықтарды біліп, оны құрметтеуге тәрбиелеу. Жоспары: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының түсінігі және оның мәні, студенттік ортадағы құқық бұзушылықтың алдын алу, көкейде жүрген сауалдар және қорытынды. Құқық бұзушылықтың түрлері 4 топқа бөлінеді екен: тәртіптік, азаматтық, құқықтық, әкімшілік және қылмыстық деп. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының түсінігі және оның мәні. Әкімшілік құқық дегеніміз ол мемлекеттік басқарудағы қоғамдық қатынастарды реттейтін және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін жауаптылықты белгілейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығының саласы. Студенттік ортадағы құқық бұзушылықтың алдын алу. Жасөспірімдер арасында қылмыстық істердің көбею себептері. Бірінші, отбасындағы ақау тәрбие, отбасындағы материалдық әл-ауқаты, жұмыссыздық, баланың бос уақытының шамадан тыс мол болуы, ата-ана тарапынан бақылаусыз қалуы, мінез-құлқының ауытқушылығы және рухани құлазуы. Көкейде жүрген сауалдар. Мысалы, көптеген сауалдар бар. Бірінші, кәмелетке толмаған колледждегі қиын балалар туралы не айтар едіңіз? Тобымыздағы ішкі тіркеуде тұрған оқушылардың мінез-құлқын қалай бағалар едіңіз? Оның кейбір іс-әрекетінен ауытқушылық байқалама. Жастар арасындағы қылмысты азайту үшін не істеу керек? Қылмыс жасаған үшін жасөспірімдерге қандай жазалар қолданылады? Кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдерді жазалаудың ерекшеліктері туралы айтып өтіңіз. Жасөспірімдер көбіне қандай қылмыс түрлерін жасайды? Неге барлық заң бұзушылық жасөспірімдерден 16 жастан, кейбір заң бұзушылық 14 жастан жауапкершілікке тартылады? Қазіргі уақытта жасөспірімдердің түнде көшеге шығуы кездеседі. Осыған қандай шаралар қолданасыздар? Енді келесі кезекті бейнероликке берейік. Енді балалар, тәрбие сағатымызды қорытындылай келе, өмірің болсын десең сенің сәнді, ойланып айналаңа қара мәнді. Адам бол, білімі тасқан, өнер асқан, өзіңе сүйсіндірер басқа жанды.
салауатты мақсатының өмір сүру, өмірдің мағынасын керек білу, ішімдік, нашақорлық сенің жауың, пайдасы сол, бұл жолдан аулақ жүру. Мен жігіт 15-30 арасында, бұл шақта көп берекі аласында, жан-жағым толған мақтап, толған таңдау, алайын анасын ба, насын ба, деп арқалы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров жырлағандай, болашақта шалынып қадам баспай, өз өмірлеріне жауап беретін ата-анасының емес, бүкіл алаштың азаматтары болады деген сеніммен бүгінгі тәрбие сағатымды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.